Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі дәріс бастауыш сыныпта өздік жұмысты ұйымдастыру технологиясы. Тақырыбы дәрісіміздің оқушылардың өздік жұмысының қалыптасуы, даму тарихы және бүгінгі жағдайы. Бүгінгі дәрісімізде қарастыратын мәселелеріміз: бірінші, өзіндік жұмыс мәселесі туралы ғалымдардың ой пікірлері. Екінші, оқушылардың өзіндік жұмыстарының маңызы. Үшінші, өзіндік жұмыс оқытудың құралы ретінде. Бастауыш сыныптарда өздік жұмысты ұйымдастырудың орны, маңызы ерекше болып табылады. Жалпы бастауыш сынып оқушыларына оқытудың маңызы, мақсаттарының бірі ол өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру. Білімнің негізі бастауыш сыныптарда қаланатыны белгілі. Ендеше осы бастауыш сыныптан бастап оқушылардың өз бетімен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру қажет болып табылады. Атап айтсақ, жаңа ұғымды, заңдылықты, ережені түсініп, тұжырымдау, есепті талдап, шығара білу, жаңадан үйретілген ұғым бойынша өздігінен ой қорыта білу, өзінің оқу іс-әрекетіне бақылау жасай алуы, тағы басқалары, осындай іскерліктерді қалыптастыру оқу барысында мақсатты түрде ұйымдастырылған жаттығулар менен жұмыстардың арқасында жүзеге асырылады. Бұл мәселенің зерттелу тарихы көне замандардан бастау алады. Көне грек оқымыстылары Архимед, Аристоник, Платон, Аристотель баланың білімді өз еркімен, белсенді және ізденімпаздықпен меңгеруінің мәнін терең, ірі және жан-жақты тұжырымдап берді. Ұлы ғұламалар өз ой пікірлерінде адамның ойлауы мен өз бетімен жұмыс істеу әрекетінде ғана баланың дұрыс дамитыны, ал жеке тұлғаны жетілдіру үшін оның қабілеттерін дамыту, өздігінен танып білудің нәтижесінде ғана мүмкін болатынын айтқан. Мұндай іс-әрекет балаға қуаныш, ләззат әкеледі. Сонымен бірге жаңа білімді алуға немқұрайлы қарауын шектейді. Бұл қағидалар мектеп пен педагогикалық ой пікірлер дамуының барлық келесі кезеңдерінде көптеген педагог, мұғалімдер, ұстаздар, ғалымдар өздерінің зерттеулерінің пәні болып табылады. Өздігінен жұмыс істеу проблемасы әрі қарай Мишель Монтен, Томас Мор, Томмазо Кампанелла еңбектерінде қарастырылады. Бұл ойлар орта ғасырдағы мектептерде жаттандылықтан арылу үшін баланың ізденімпаздығын қалыптастыру талабынан туындаған болатын. Ол үшін балаға өздігінен жаңа білім алып, заттың дәмін өз бетімен татып көру керек. Яғни танымның жолын іздеген таңдаған жөн. Өскелең ұрпақты өзіндік іс-әрекеті қалыптастыру мәселесі шетел және отандық ғалымдардың да зерттеулерінде бар болатын. Чехтың ұлы педагогы Яномас Каменскийдің еңбектерінде оқушыларды өзіндік іс-әрекетке тартудың ұйымдастырушылық практикалық мәселелері терең қарастырылды. Мұнда проблеманың негізгі қағидаларының теориялық тұжырымдамасының пәні, оқыту, оқушының іс-әрекетінің табиғатын терең зерттемей және талдамай мұғалімнің әрекет етуі болады. Ол бірнеше жылдар бойы жемісті дамытылды. Және қазіргі дидактикада белгілі орын алады. Яномас Каменский «Выход из школьных лабиринтов» атты еңбегінде оқушылардың дербестігі табиғи нышанында дейді. Ол оқушылардың білім дербестігі мен өзіндік әрекеттілігінің кейбір кезеңдерін грек терминдерімен белгілейді. Мысалы, бірінші өзіндік бақылау, екінші практикалық жүзеге асыру, үшінші алған білім, біліктілік және дағдыларын жаңа жағдайда қолдану, төртінші өз іс-әрекеті нәтижелерін өз бетімен баяндай білу іскерлігі. Бірақ
Янамус Каменский балалардың табиғи нышандарын оқыту әдістерімен байланыстыра алмады. Оқыту барысында оқушылардың өзіндік іс-әрекеттерінің жекеленген аспектілерін ашып көрсетуге, оқытудың тәсілдерін бірізділікпен сипаттауға, оны оқушылардың өзіндік іс-әрекеттерін қалыптастыру мақсатында пайдалануға және оның философиялық, психологиялық, физиологиялық және дидактикалық тұжырымдама беруге талпыныстар мен ұмтылыстарды ең алғаш рет Ушинский, Лев Николаевич Толстой және 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басындағы озық ойлы педагогтар жасады. 1930 жылдары педагогика ғылымында өзіндік жұмыстың мәнін айқындауға, өзіндік жұмыстарды пайдаланудағы мектеп тәжірибесін сипаттауға көңіл бөліне бастады. Бұл кезең өзіндік жұмыстарды ұйымдастырудың әдістемелік аспектісін жасау, әсіресе оқулықпен және кітаппен өздігінен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру мәселелеріне бай болды. Дәл осы кезеңде Надежда Константиновна Крупская «Кітаппен қалайша өздігінен жұмыс істеу керек» атты мақаласы жарық көрді. Ол педагогикалық ортаға жақсы танымал болды. Бұл мақалада кітаппен жұмыс істеудің әдістемесі жан-жақты беріледі. Педагог теоретиктер мен мұғалім практиктердің күш салуының арқасында бұл кезеңде кітаппен жұмыс істеудің белгілі бір жүйесі қалыптасып, оның нақты түрлері бөліп көрсетілді. Сыныпта оқылған параграфтарды әңгімелеп беру, оқылған материал бойынша жоспар құру, оқулықтағы суреттер бойынша жұмыс, оқулықтағы материал негізінде схема, кестелермен жұмыс жасау, диаграммалар құру, тағы басқа болып табылады. 30 жылдардың аяғы, 40 жылдардың басында алдыңғы қатарлы педагогтар Микельсон, Галланд, Грузев, кейіннен 50 жылдардың ортасы мен 60 жылдардың басында Огородников, Скаткин тағы басқа сабақтағы оқушылардың өздігінен жұмыс істейтін жұмыстарын кеңінен қолдануға жүйелі түрде кірісіп, өзіндік жұмыстың дидактикалық, әдістемелік аспектілерін ашып көрсетуге көп көңіл болды. Осы кезеңде өзіндік іс-әрекет процесі мен құрылымның мәнін зерттеу, не жаңа материалды меңгеру барысында оқушылардың психикалық процестерін, не өзіндік жұмысты ұйымдастырудың әдістемелік тәсілдерін қарастыруды көздеді. Әсіресе соңғы проблемаға көп деген теориялық және эксперименттік зерттеулер арналды. Мұндай зерттеулердің тақырыптары сан алуан бола отырып, орта мектептегі барлық сыныптарда оқу процесінің білімдерін қамтыды. Мұнда сабақ жүйесіндегі өзіндік жұмыстардың рөлін түсіндіруге, жаңа материалды мұғалімнің түсіндіру барысында оқушының өзіндік жұмысын ұйымдастыру әдістемесі мен олардың мазмұнын анықтауға, жаңа материалды өздігінен оқып үйрену, білік дағдыны бекіту, қайталау, дағдыны кезектегі тексеру, оқулықпен қосымша әдебиеттермен жұмыс істеу, тағы сол сияқты кезеңдерде өзіндік жұмыстарды ұйымдастыруға көп көңіл болды. Галландтың оқушылардың өзіндік жұмыстарының маңызы атты мақаласында автор өзінің өзіндік жұмыстардың негізін 3 элементін ажыратты. Бірінші, ұйымдастыру, техникалық дербестілік. Екінші, ойдың дербестілігі. Үшінші, іс-әрекеттің, қимылдың дербестігі. Автордың пікірінше бірінші элемент оқушының жұмысты жоспарлай білуін, өз уақытын бөлу, жұмыс орнын ұйымдастыра білуін білдіреді. Білімдік жұмыстың техникасын игеру үшін оқушы мектепте рационалды оқуға және кітап материалдарын меңгеруге, кітапты, каталогты, сөздерді пайдалана білуге, тәжірибе хаттамаларын жазуға, тағы басқаға үйрену қажет. Автордың ойдың өзіндік жұмысы бұл материалдарды іліктеу, оны жүйелеу, салыстыру, қорытындыны тексеру, алынған қорытындыны жаңа мәліметтермен бекіту,
өз бетінше шағым тұжырым жасау тағы басқа деп түсіндіреді. Өзіндік іс-қимыл дербес жұмыстың құрылымын заңды түрде аяқтайды. Автордың пікірінше, бірінші элемент оқушының жұмысты жоспарлай білуін, өз уақытын бөлуі, жұмыс орнын ұйымдастыра білуін білдіреді. Білімдік жұмыстың техникасын игеру үшін оқушы мектепте рациональды оқуға және мектеп кітап материалдарын еңгеруге үйренуі керек. Бірқатар зерттеулер өзіндік жұмыстарды оқушыларда өзін-өз бақылау тәсілін қалыптастыру құралы ретінде қарау. Оларды оқытудың басқа құралдары мен әдістері жүйесінде тиімді пайдалану жолдарын айқындау мәселелерін көтереді. Әсіресе өзіндік жұмыстарды оқушылардың ақыл-ойын тәрбиелеу құралы ретінде жекешелендіруге ерекше көңіл бөлінді. 60-70 жылдары жаңаша өзгерістер байқалды. Данилов, Исипов, Дайры, Лернер, Малкин тағы басқа өз зерттеулерінде көбінесе оқушылардың өзіндік жұмысы мәселесін терең және тұжырымды түрде қарастырды. Бұл зерттеулер сабақтың тиімділігі ең алдымен оқушылардың өзіндік іс-әрекетін белсендіруге және сабақтағы оқушылардың іс-әрекетінің дұрыс өзара байланысына тәуелді екендігі көрсетілді. Өздерінің эксперименттік зерттеулерінде олар мектептегі оқу барысында оқушылар тек белгілі бір ғылыми білімдерді алып қана қоймай, оларды өздігінен жасай білуге үйрену қажет деген қағиданы ұстайды. Оқыту процесінің осы екі жағы бір-бірімен тығыз байланыста болу керек. Өзіндік жұмыстар мәселелер бойынша зерттеу еңбектерінде дидактикалық міндеттер ұсынылады. Бұл Исиповтың дидактикалық міндеттері, ол төмендегідей ажырата білді. Бірінші, оқушылардың меңгерген білімдерінің беріктілігі және саналылығын арттыру. Екінші, бағдарлама талабына сай біліктер мен дағдыларды қалыптастыру. Үшінші, меңгерілген білім, біліктілігі дағдыларды пайдалана білуге оқушыларды үйрету. Төртінші, меңгерілген білім, ақыл-ой және дене еңбегі мәдениетіне оларды баулу. Үшінші, өз бетімен еңбек етуге үйрету. Болашақта өз бетімен білімдерін көтеру үшін тиімді еңбек етуге оқушыларды дайындау. Сонымен қатар ғалым өзіндік жұмыстардың белгілі бір түрлерін ажыратып көрсетті. Мысалы, бірінші, жаңа тапсырманы қабылдау және түсіну ұғымы. Екінші, білімдерді бекіту және жетілдіру. Үшінші, білім, білік және дағдыларды қалыптастыру, бекіту және жетілдіру. Төртінші, білімдерді шығармашылық қолдану және біліктілік пен дағдыларды одан әрі дамыту. Бесінші, білім, білік және дағдыларды тексеру болып табылады. Оқушылардың өзіндік жұмысының педагогикалық тиімділігі мұғалімнің жұмысқа жасаған басшылығының сапасымен тікелей байланысты. Егер жұмысты дұрыс орындамаса, егер жұмысты дұрыс ұйымдастырса, оқушылардың алдына қойған мақсаты айқын болса, онда орындалған өзіндік жұмыстың сапасы да ойдағыдай болады. Өз бетінше жұмыстың негізгі ерекшелігі оқушының берілген тапсырманы мұғалімнің көмегінсіз орындауы. Тапсырманы орындауда жақсы нәтижеге жету үшін мұғалім оқушының іскерлік дағдысын, бақылай білу қабілетін, ойлауын, есепті шешу жолдарын дұрыс таңдай білуін байқап көрсетеді. Егер тапсырманы орындауда қателер жіберсе, онда мұғалім сол қателерді оқушылардың өздеріне жөндеуіне мүмкіндік беріп, оқушының іс-әрекетін дұрыс жолға бағыттаған жөн. Оқушылардың өз бетінше іздену жұмыстарының жіктеуін Питкасисты былай жасады. Осы жіктеуге сәйкес ол өзіндік жұмыстардың 4 түрін қарастырды. Олар: бірінші, үлгі бойынша орындалатын өздік жұмыс. Екінші, реконструктивті, вариативті өзіндік жұмыстар. Үшінші, эврикалық, яғни ішінара ізденуді талап ететін өзіндік жұмыстар. Төртінші, шығармашылық, яғни ізденуді талап ететін өзіндік жұмыстар. Үлгі бойынша орындалатын жұмыстарды орындаған кезде мұғалімнің көрсеткен үлгісін оқушы қолдана отырып,
белгілі бір іс-әрекеттің жолын ұғынуға ұмтылады. Осындай жұмыстар үшін арнайы тапсырмалар, тапсырма жауабының дайын үлгілері, алгоритмдік ұйғарым, теориялық мағлұматтар, нұсқаулар, ілеспелі нұсқаулар тағы сол сияқтылар дайындалады. Үлгісі арқылы берілетін жұмыстар оқушылардың оқу материалдарын тиянақты игеру мақсатын көздейді. Бірақ олар оқушылардың танымдық, шығармашылық, іс-әрекеті тәжірибесін жетілдірмейді. Сондықтан оқушылар өзіндік жұмыс тапсырмаларының басқа типтерінің көмегімен іс-әрекеттің қиынырақ түрін орындауға жұмылдырылады. Реконструктивті вариативтік өзіндік жұмыстарға танымдық тапсырмалар кіреді. Оны орындау процесі кезінде оқушылар бірінші жағдайды талдау қажеттігін, екінші оқу проблемасының белгілерін анықтайды, үшінші проблемаларды шешудің жолдарын іздейді, төртінші белгілі бір амалдардан тиімдісін таңдап білуді және тағы басқаларды қолданады. Вариативтік өзіндік жұмыстарды орындау процесінде оқушылар бірнеше ерекшелерді, алгоритмдерді, формулаларды қолданады. Тапсырманы орындаудың бірнеше жолдарын қарастырады. Орындау тәсілдерін, ережелерді талдап, қорытады және тағы сол сияқты. Сонымен реконструктивті, вариативтік өзіндік жұмыстар оқушылардың алған білімін қолдануға ынталандырады. Ал соның нәтижесінде олардың білімі тереңдей түседі. Мұндай өзіндік жұмыстар үшін мұғалімдер проблеманың жаңа шешімдерін іздестіріп, алынған білімді бірнеше тақырыптар мен бөлімдерден бірнеше жүйеге келтіруді көздейтін тапсырмаларды іріктеп дайындайды. Өзіндік жұмыстардың ең жоғарғы сатысы эврикалық және шығармашылық өзіндік жұмыстар болып табылады. Мұндай өзіндік жұмыстарды орындау үшін оқушылар өздерінің игерген білімдері негізінде тапсырмаларды орындау тәсілдерін түрлендіріп, басқа жағдайларға ауыстыруы, өз бетінше жаңа шығару жолдарын көрсетуі, оның мазмұнын, мақсатын, шығару жоспарын дайындау керек. Оқушылардың зерттеушілік және шығармашылық қасиеттерін қалыптастыру үшін практикада арнайы дайындалған танымдық тапсырмалар ұсынылады. Өзіндік жұмысты мұғалімнің дұрыс басқара білуі және оқушының дербестік деңгейінің артып отыруы осы жұмысты ұйымдастырудың негізгі белгілері болып табылады. Өзіндік жұмыстарды орындау барысында оқушылардың белсенді ой әрекетін күшейтуге мұғалім жұмысты жоспарлы түрде ұйымдастырып, оған дұрыс басшылық жасай алғанда ғана қол жеткізеді. Ол үшін мұғалімге өзіндік жұмыстарды алдын ала дайындап, мынадай талаптарды басшылық алуға тура келеді. Бірінші, оқушылардың өзіндік жұмыстарын оқу процесінің барлық кезеңдерінде, әсіресе жаңа материалды түсіндіру процесінде де ұйымдастыру керек. Оқушыларды біліммен ғана қаруландырып қоймай, олардың бойында ой еңбегінің жалпы тәсілдері мен жолдарын пайдалану, біліктерін қалыптастыру арқылы білімді меңгеруді қамтамасыз ету қажет. Екінші, оқушыларды белсенді ұстанымда ұстап, оларды таным процесінің тікелей қатынасушылары ету керек. Өзіндік жұмыс тапсырмалары жекеленген фактілерді меңгеруге емес, әртүрлі проблемалар шешуге бағытталуы тиіс. Өзіндік жұмыстарды орындай отырып, оқушылар проблеманы көруге және ойлап табуға, оларды өз бетімен шешуге үйренуі керек. Ол үшін осы уақытқа дейін қалыптасқан білім, білік дағдыларын пайдаланып, соның негізінде алынған нәтижелерді тексергендері жөн. Үшінші, оқушылар ой еңбегін белсендіру үшін ақыл ой әрекетіне біртіндеп күш түсіруді талап ететін жұмыс болуы керек. Осыдан келіп мынадай маңызды талап туындайды. Оқыту процесінде балалардың алған білімдерін, әртүрлі жаттығуларды, әртүрлі тапсырмаларды өз бетінше қолдану, жаңа білімді өз бетінше алу мүмкіндігі қамтамасыз етілетін жағдайлар жасалуы керек. Білім беру қазіргі мектептегі оқу процесіндегі жетілдірудің екі негізгі аспектіні қамтиды. Бірінші,
білім беру мазмұнын жетілдіру, жаңа білім беру мазмұны, яғни технологияларын енгізу. Білім беру технологиялары оқытудың түрлі құрылымдық деңгейлеріне қызмет ете алады. Жұмыстың жекеленген түрлері деңгейінде түсініктеме берілетін жазба технологиясы, белгілі бір тапсырма типін шешу технологиясы. Сабақ және басқа да оқытуды ұйымдастыру деңгейінде сабақты кіріктіріп өткізу технологиясы болып табылады. Екінші, педагогикалық жүйелер. Өзіндік жұмысты ұйымдастыру үшін педагогикалық технологиялар таңдаудың басты ерекшелігі ол оқушы тұлғасына, оның бейімдері мен қабілеттеріне, сол сияқты шығармашылық, өзін-өзі іске асыруға сұранысына сүйеу болып табылады. Мектепте оқытудың болашақ маманның шығармашылық тұлғасын қалыптастыруға бағыттылығының күшеюі, оқу пәндері мазмұны мен оқытушы іс-әрекетін студенттің өзіндік тұлғасына, өзіндік құндылығына, қызығушылықтары мен сұраныстарына бағыттауды талап әкетеді. Яғни оқушылардың өзіндік жұмысты тұлғаға бағытталған оқыту позициясында құрастырылуы тиіс. Тұлғаға бағытталған өзіндік жұмыстың түрлі аспектілерін қарастыру барысында осы процестегі студент пен оқытушының өзара қарым-қатынастары мәселесіне тоқталмай өту мүмкін емес. Оқу процесінің субъектілері арасында өзара түсіністік оқытудың тиімділігін арттырады. Өзіндік жұмыс жүйесіндегі оқытушы мен студенттердің өзара қатынасының оптимальды типі болып мынадай қарым-қатынас табылады. Мұғалім мен оқушы позициясы алшақтатылмайды. Олардың ынтымақтастығы мен біріккен шығармашылық әрекеті болады. Студенттердің белсенділігі қайталау, ұқсастық, өзіндік жұмысты ұйымдастырудың белгіленген түрі шеңберінде қалып қоймайды. Керісінше, ұсынылған тапсырмаларды шығармашылық пен санадан өткізу деңгейіне шығады. Оқытушы дара өзіндік ерекшелікті мен концепциясын қабылдауға, тұлғаға бағытталған оқытуды ұйымдастыруға психологиялық, педагогикалық, практикалық даярлығы жоғары. Жоғарыдағы айтылғандарға сүйене отырып, қазіргі білім беру жүйесіндегі тиімді жол оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыруда тұлғаға бағытталған оқыту принциптеріне сүйену болып табылады. Оқу процесін осылайша ұйымдастыру барысында мұғалім оқушының өзіндік іс-әрекетіне тікелей емес, осы іс-әрекет жемісті болу үшін жағдайлар жасау арқылы қатысады. Дәстүрлі білім берудің білімдік моделі оқушының оқыту объектісі болып табылатынын көрсете отырып, оның білімдері, тәжірибесін мұғалім субъект өзгертеді. Яғни, мұғалім оқытуы, дайын білімдерді беру керек деген тұжырымға құрылған. Білім беруде көптеген ғасырлар бойына үстемдік етіп келген білім ағартушылық парадигма деп көрсетеді Сериков. Өз мүмкіндіктерін тауысты. Бұл жерде сөз әрине білімнің зияны туралы емес, білімдік парадигманың ойлау стилі ретінде шектеулігі болып отыр. Білімнің өзін алатын болсақ, ол әрине сөзсіз білімдік өлшем болып табылады. Өйткені тіпті индивидтің тұлғалық тәжірибесі мен оның рефлексиясының басқа да өнімдері түбінде білім формасында болады. Тек олар басқаша сипатта. Дүниенің үстіртін заттық меңгерудің орнына оны адамның космогенез субъектісі ретінде терең мағыналық түсінуді әкеледі. Білім берудің тұлғаға бағытталған моделіне студент өз іс-әрекет жүйесіне субъект ретінде тартылады. Сонда ол өз бетімен саналы және мақсатты әрекет ету, білім алу, іс-әрекеттің түрлерін жетілдіру қабілеті бар деп есептеледі. Оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыруға тұлғаға бағытталған тұрғыда келу, оны білім алушы және жеке мүмкіндік позициясына шығарады. Ал бұл болса өз кезегінде өзіндік іс-әрекеттің кез келген түбінде белсенділік пен шығармашылық бастаудың күшеюіне әкеледі. Нәтижесінде өзара әрекет бөліктерден маңызды болатын күрделі тұтастық түріндегі өзіндік жұмыстың жүйесі құрылады. Осындай өзіндік жұмысты біз тұлғаға бағытталған деп есептейміз.
осындай тұрғыдан келгенде тұлғалық парадигмаға өту білім беруден бас тартуды білдірмейді. Керісінше білімді басқа сапалы деңгейге, тұлғалық маңғына деңгейіне шығарады. Оқушылардың осындай өзіндік жұмыстарын ұйымдастырудағы оқушының функциясы төмендегідей болып табылады. Бірінші, тұлғаға бағытталған студенттердің өзіндік жұмысын жоспарлау кезінде көмек. Екінші, оқу мазмұнын таңдау, тұлғалық дамытушы жағдаяттар. Студенттер оқушы даралығын ашуға бағытталған тапсырмалар құру. Үшінші, оқушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастырудың өзі, яғни оқыту процесінің барлық компоненттерінің өзара байланысын қамтамасыз ету деп аталады. Келесі, оқушылардың өзіндік жұмысын басқару. Келесі, білім оқушылардың оқу іс-әрекетін мониторингілеу, яғни кеңес беру жүйесі арқылы оқу еңбегін қатаң регламенттеуге емес, оқу іс-әрекетінің түрлерін меңгеруге, өзін-өзі іске асыруға көмек түрінде. Өзіндік жұмыстың ұйымдастыруда оқушылардың функциялары. Бірінші, өз іс-әрекеттерін жоспарлау, яғни мақсаттарды қою және оған жету жолдарын анықтау. Екінші, өзінің танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру, яғни қойылған оқу міндеттерін шешу үшін өзінің ішкі мүдделерін толық пайдалану. Үшінші, өз іс-әрекетін басқару, яғни өзін-өзі бақылауды, қажет болған жағдайда өз іс-әрекетін қайта түзетуді іске асыру. Төртінші, дұрыс шешім қабылдауды қамтамасыз ететін ақпарат беру негізінде сыныптастарымен байланыс жасау. Бесінші, өз іс-әрекетінің рефлексиясы. Міне, жоғарыда айтылғандардың қорыта келгенде мұғалімдер мен оқытушылардың өзіндік жұмыс жүйесіндегі жеміс ынтымақтастығы төмендегі шарттар орындалған жағдайда мүмкін болатынын айтуға болады. Оқу іс-әрекетінде осы іс-әрекет субъектілерінің оң тәжірибесіне сүйену және сол жерде өзара қарым-қатынасты ынталандыру, оқушылардың оқу іс-әрекетінің нәтижелерін имтихандар нәтижесімен емес, оқу мерзімі бойындағы оның жүйелі шығармашылық жұмысы нәтижелерімен іздеу. Бұл жерде білім алушылардың фактілері қаншалықты есте сақтауын емес, оның ой күшінің, ойлау, сын тұрғысынан ойлауының, дұрыс шешім қабылдау, алынған білімдерді практикада қолдану, өзіне мәлім іс-әрекет тәсілдері үшін жаңа жағдаяттарға бейімдей алу, осы іс-әрекеттің жаңа тәсілдерін ашу қабілеттерінің қаншалықты дамығанын анықтау маңызды. Келесі, түрлі қиындық деңгейіндегі және түрлі бағалау жүйесіндегі тапсырмалар құру. Оқушыларға өзінің тұлғалық сұраныстары мен мүмкіндіктеріне сәйкес деңгей таңдауына мүмкіндік беру. Келесі, өзіндік жұмыс жасау кезінде оқушылардың әртүрлі кооперацияларын құру. Себебі кез келген сабаққа сол сияқты сынақтар мен емтихандарға дайындық, оған 2-3 адам қатысқан жағдайда тиімді жүргізілетіндігі дәлелденген. Мұндай жағдайда олар бірін-бірін тек бақылап қоймайды, сонымен бірге топтың оқуға түрткілерін жоғарылатуға себеп болады. Мектептің оқу процесінде білімдерді бақылау оқушылар даярлығы деңгейін бақылау жүйесінің бір элементі болып табылады. Және өзіндік жұмыс жасау іскерліктер мен дағдылары туралы жанама мәлімет беріледі. Қалайша тапсырмалардың орындалысын тексеруге, өзіндік жұмыс дағдыларының қалыптасу процесін, оқушылар даярлығының деңгейінің өзгерісін қалайша бақылауға болады. Яғни, бақылау формалары қандай деген сұрақтар туатыны белгілі. Осы мәселе бойынша зерттеулерге талдау жасау біздің назарымызды Беспалько, Лернердің жұмыстарына назар аударылды. Яғни, бірінші мынадай игеру деңгейлерін көрсетті. Бірінші, түсіну деңгейі. Ол білім алушының бұрын жинаған тәжірибесі негізінде жаңа ақпаратты қабылдау мүмкіндігімен сипатталады. Білу деңгейі. Ол білім алушының ұқсас объектілер мен құбылыстар арасынан белгілі бір объекті мен құбылыстарды білу, тану мүмкіндігімен сипатталады. Репродуктивті әрекет.
деңгейі ол білім алушының ақпаратты қабылдай, талдай алуымен сипатталады. Өнімді әрекет деңгейі ол білім алушының ертерек игерілген бағдарлама шеңберінде нақты міндеттер шеше алуымен сипатталады. Шығармашылық әрекет деңгейі ол білім алушының алған білімдерін, оны қалыптастыру, жүрген материалдар шегінен тыс пайдалана алуымен сипатталады. Сонымен қатар мынандай үш деңгейі туралы білімді меңгерудің үш деңгейі бар. Бірінші деңгейдің мәні ақпаратты саналы игеру, қабылдау және есте сақтауда, яғни есте ұстауда. Бұл деңгей қабылданғанды тануда немесе ол туралы білімдерді қайта қалпына келтіруде көрінеді. Оқыту процесі үшін бұл деңгей міндетті, бірақ жеткіліксіз болып табылады. Екінші деңгейдің мәні үлгі арқылы. Оның өзгерістерін ескере отырып, білімдерді пайдалану тәсілдерін меңгерту. Үшінші деңгейдің білім алушыны алынған ақпаратты жаңа жағдаятта шығармашылықпен пайдалануға дайындығынан тұрады. Жоғары айтылғандар негізінде біз аудиториядан тыс өзіндік жұмыс барысында материалды меңгерудің келесі деңгейлерін бөліп көрсеттік. Оқып үйренген құбылысты тану деңгейі, осы құбылысты түсіну деңгейі, білімдерді практикада қолдану деңгейі. Педагогикалық әдебиеттерден біз өзіндік жұмысты дағдыларды қандай деңгейлерде қалыптасуы мүмкін деген сұрақтың жауабын іздестіріп көрейік. Жоғарыда келтірілген білімдерді игеру деңгейлерін негізге ала отырып, өзіндік жұмыс дағдыларын меңгерудің төмендегі деңгейлерін бөліп көрсету мүмкін деп есептейміз. Түсіну деңгейі. Ол студенттердің тапсырмаларды орындауда үнемі мақсат қою қажеттігін түсіну. Оқу әрекеттерін қандай ретпен жүргізу керектігін білу, оларды қалай орындау керектігін түсінумен сипатталады. Репродуктивті әрекет деңгейі ол оқушылардың нұсқауларға сүйене отырып, белгілі бір әрекеттер жасай алуымен сипатталады. Үшінші, автоматтандырылған әрекет деңгейі, яғни оқушы нұсқауға сүйенбей-ақ өзінде бар дағдылар арқылы жаңа тапсырма орындай алуымен сипатталады. Білімдер деңгейімен байланысты А жіктемесін негізге ала отырып, бақылау процесін бірнеше кезеңге бөлуге болады. Олар мынандай. Бірінші кезең түсіну деңгейіне білімді тексеру. Екінші, осы білімдерді пайдалана алу іскерліктерін тексеру. Үшінші, ақпарат мазмұнын шығармашылықпен түсінуді тексеру. Төртінші, білім алушының логикалық ойлауын және жалпы дүниетанымын тексеру. Көрсетілген кезеңдер бойынша аталған деңгейлерді бақылау үшін тиісті формалар таңдалады. Бірақ білімдерді бақылауда бір бақылау формасымен шектелуге болмайды. Білімдерді игерудің деңгейіне байланысты оның түрлі формаларын қолданған жөн. Осыдан келіп бірінші және екінші деңгейге жедел, ағымдық және қорытынды бақылау кезінде білімдерді тексеру үшін тестілер қолдану тиімділігі көрінеді. Ал үшінші деңгейде қалыптасқан және студенттің логикалық ойлауын сипатын білімдерді тексеру үшін бақылаудың дәстүрлі формаларын, жазба бақылау жұмысын және ауызша бақылау немесе ауызша сұрау тағы сол сияқтыларды қолдану қажет болып табылады. Жалпы білім саласында технология ұғымы. Технология ол шеберлікпен өнім алу, нәтижеге жету, белгілі бір жоба, модельдермен оқыту. Осы мағынаны негізге алып, көптеген педагог ғалымдар оқыту мен білім беруге қатысты педагогикалық аспектілерді қарастырып, анықтамалар берді. Жаңа технологиялық әдіс тәсілдерді мектеп өміріне енгізу, оны әр пән мұғалімнің тиімді пайдалана білуі бүгінгі таңда білім сапасын арттырудың бірден бір жолы. Мұның өзі оқушылардың сабаққа деген қызығушылығының арттыруына, біліктілігінің, пәннің идеялық, эстетикалық мән мағынасына терең бойлап, тебірене қабылдауға мүмкіндік туғызып, оқырмандықтың белсенділіктерін арттырады. Сондай-ақ оқушының оқу еңбегіндегі ой дербестігін, оқу әрекетін жандандыра отырып, сөз өнерінің ерекшеліктерін түсініп тануға, ой көзімен зерделеуге негіз болады.
инновациялық әдістерді пайдалану арқылы танымдық қабілетті арттыруға көңіл бөлсе, төменгі сынып оқушыларының мотивациясын арттыруда, олардың өз бетінше жұмыс істеу қабілеті, белсенділігі, тілі және логикалық ойлау қабілеті қажетті деңгейде дамиды. Оқу процесінде көптеген жаңалықтар ашу үшін оқушының ойлау қабілетін дамыту өте маңызды. Технология латынның техне – өнер, шеберлік, қолөнер және логос – ғылым деген сөзінен шыққан. Білім беру технологиясы білім беру стандартында және мемлекеттік бағдарламаларда ұсынылған білім беру әрекетін жүйелі ұйымдастырудың тәсілін, оның жалпы мақсаттық және мазмұндық бағыттарын ұйымдастыру құрылымы мен формасын түсіндіреді. Педагогикалық технология білім беру технологиясын жүзеге асырумен түсіндіріледі. Оған нақты пәнінен тәуелді емес, оқу тәрбие процесін жүзеге асыратын заңдылықтар жатады. Педагогикалық технология ғылым мен практиканың басқа да салаларында кеңінен таралған. Әр түрлі арнайы технологияларды, жаңа ақпараттық технологиялар, электрондық және тағы басқаларды кірістіреді. Оқыту технологиясы педагогикалық технология сұрақтарын, тақырыптарын, затын нақты меңгеруге жол ашады. Оқыту технологиясының анықтамасын Скиннер былай деп береді. Оқыту технологиясы психология жетістіктерін педагогикалық практикада қолдану, немесе оқыту технологиясы бұл оқытудың тиімділігін арттыру мақсатымен білім беру үрдісін зерттеу негізінде оқу үрдісін жүзеге асыру мен бағалау, бағдарламалаудың жүйелеу тәсілі. Әрі қарай бағдарламалау идеясының қалыптасуына оқытудың арнайы техникалық құралдарын жасауға байланысты оқыту технологиясы терминінің орнына білім технологиясы немесе оқу үрдісінің технологиясы деген термин пайда болды. Оның мазмұны екі бөліктен тұрады. Бірінші, оқыту мақсатына сай арнайы жасалған техникалық құралдардың екі типі: проекторлар, магнитофондар, компьютерлар, слайдтар, кинофильмдер, бағдарламалық құралдар. Ал 60-70 жылдардан бастап педагогика ғылымында педагогикалық технология деп аталатын жаңа ұғым пайда болды. Оның мағынасын ғалымдар түрліше анықтайды. Педагогикалық технология тәжірибеде жүзеге асырылатын белгілі бір педагогикалық жүйенің жобасы. Ал педагогикалық жағдайларға сай қолданылатын әдіс тәсілдердің оның құрамды бір бөлігі ғана. Педагогикалық технология бұл педагогикалық мақсатқа қол жеткізу жолындағы қолданылатын барлық қисынды ілім амалдар мен әдістемелік құралдардың жүйелі жиынтылығы және жұмыс істеу реті. Сонымен қатар педагогикалық технология түсінігі үшін үш түрлі құбылыс ретінде ұсынылады. Ол бірінші ғылыми, іс жүргізу, суреттеу, ықпалды іс жүргізу. Кез келген технологияның негізгі бөлігі түпкі нәтижені мұқият анықтау және оған жету. Процестің жобасы жақсы болса, шығарылатын өнімнің қандай болатындығы анықталса, оны жасау құралдары белгіленсе, жағдай жасалса, онда өндірістік әлеуметтік саладағы процестер технология деп атауға болады. Қазақстанда педагогика ғылымының дамуында да өзіндік жұмыс мәселелері бір қатар ағартушылар мен педагог ғалымдардың зерттеулері. Сонымен әлеуметтік технология әдістемесінің кемшіліктерін түзете алады. Екеуі де технология ұйымдастырушыларға белгілі өнім береді. Педагогикалық технологияның мақсаты және салалары. Мақсат бізге керекті түпкі нәтижені көріп, мақсатқа жеттік пе деген сұрақтарға жауап беру. Мұндай мақсатты педагогикада диагностика арқылы ғана анықталған мақсат дейді. Диагностика арқылы оқушылардың білім және іскерлік дағды деңгейлері қабілеті анықталады. Нәтижесінде оқушыларға да қандай білім, іскерлік дағдылар бар берілу керектілігі жоспарланады. Технологияның кезеңдері: оқытудың мақсатын диагностика арқылы қайта тұжырымдау. Екінші, жаңа мақсатқа жету кезеңдерінде белгілеу. Диагностика негізінде оқытудың жаңа мақсаттарын қою. Технологияда оқушыда қалыптасатын сапа, қасиет, іскерлік анық суреттеледі.
Оқушылардың дербестігін дамыту және олардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру құралдарын іздеу проблемасы шет елдің дидактикасында да ерекше орын алған. Мұның ішінде автордың шығармашылық процесі, оқушының мұғалімнің басшылығымен жасайтын іс-әрекеті және толығымен өздігінен орындайтын іс-әрекеті болып бөлінетіндігін көрсетеді. Осы бөлудің негізінде оқыту мен оқу әдістерінің жіктемесі, оқыту процесінің екі жақты іс-әрекетінің түрлері, мұғалімнің оқытушылық іс-әрекеті және оқушылардың өзіндік іс-әрекеті түрінде беріледі. Оқыту процесі атты кітабында ол оқушылардың меңгерген білімін пайдаланудың екі жолын болып көрсетеді. Бірінші, ұқсас тақырыптар бойынша есептер шығаруда бұрын алған білімдерін қолдану. Екінші, есептердің неғұрлым күрделі түрлерін шығаруда, яғни принциптер мен қатынастардың өзгерістеріне оқытудың нәтижелерін қолдану. Сабақ құрылымында өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру және зерттеуде әдіскерлер көп үлес қосты. Психологиялық, педагогикалық әдебиеттерде оқытуда баланың ізденімпаздығымен алғашқы түйсінуінің тітіркену, қайта жаңғыру іс-әрекеті ретінде көрсетіледі. Бұл балаға эксперименттік тұрғыдан өзінің идеялары немесе ойларын практикаға жүзеге асыруда мүмкіндік береді. Қазақстанда педагогикалық ғылымның дамуына да өзіндік жұмыс мәселесі бірқатар ағартушылар мен педагогтар, ғалымдардың зерттеуіне арқау болды. Көрнекті ағартушы ғалым Ахмет Байтұрсынов оқушының өзіндік жұмысының маңызына тоқтала келіп, бала білімді тәжірибе арқылы өзі алу керектігін айтқан болатын. Ал қазақстандық ғалым Лембергтің пікірінше өздік жұмыстарды ұйымдастыру мына шарттарға байланысты. Бірінші, жұмыстың мақсатын айқын түсінуі қажет. Екінші, жұмысты жемісті аяқталуына, оның нәтижесіне қызығу. Жұмысты өз еркімен, қалауымен орындауы. Қоғамның дамуында білім беруге талаптар күшейді. Сондықтан өз бетінше ойлайтын, өзіне есеп бере алатын оқушыларды даярлау қажеттігі туындады. Және қазір бұл өзіміздің қазіргі қоғамға ең қажетті қасиеттердің бірі. Бұл педагогика ғылымының алдына оқушылардың өздік жұмыстары бойынша байытуын міндет қояды. Ғылыми еңбектерді және қазіргі мектептегі оқытудың нақты іс тәжірибесін талдау, дидактордың, жаңағы әдіскерлердің, мұғалімдердің өзіндік жұмыстарын көрсету жұмыстарын дәлелдеу арқылы анықтайды. Оқушылардың өзіндік жұмыстарына толық анықтаманы өз зерттеуінде берген Есипов, яғни есепті оқыту процесінде енгізілген оқушылардың өзіндік жұмысы мұғалімнің тікелей қатынасуынсыз орындалатын жұмыс. Бұл жағдайда оқушылар тапсырманы саналы түрде орындайды, түсініп орындайды. Оның мақсатына қол жеткізуге өздерінің күштерін пайдалана отырып, танымдық іс-әрекеттерінің нәтижелері арқылы танысады. Сонымен басқа өзіндік жұмыс оқытудың құралы бола отырып, әрбір материалды меңгеру барысында дидактикалық мақсат пен міндеттерге сәйкес келеді. Оқыту процесінде өзіндік жұмыс оқушылардың өзіндік іс-әрекетін ұйымдастыру мен басқарудың құралы ретінде ғылыми танымның пәні мен әдісін қамтамасыз ету керек. Танымдық іс-әрекеттің пәні кез келген жағдайда білімнің көзі немесе өзіндік жұмыстың әдістемелік қызметі болмайды. Нақты қандай да болсын өзіндік жұмыстың міндеті болады. Оқушылардың оқыту процесінде өзіндік жұмыстың тиімділігі көбінесе оның ұйымдастыру шартына байланысты. Сол өзіндік жұмыстың түрінің мазмұнына, оның орындау барысында оқушының қол жеткен нәтижесінің сапасына байланысты болады. Бірақ мынадай сұрақ еріксіз туындайды. Оқушыны өзіндік жұмысқа кірістіруге қажетті жоғарыда көрсетілген шарттардың өзіндік жұмыстың нақты түрлерінің құрылымы мен мәнін ашуда және олардың түрлерін жүктеуде басты принцип ретінде алынады.
Сонымен қатар өздік жұмыста оқушылардың орындау барысында жеткілікті дағдылары болу керек. Әр оқушы тапсырманы орындау барысында өзінің қандай әдіс тәсілдерді қолданатынын білген жөн. Сонда ғана оқушының еңбегі нәтижелі болады. Оқушылардың өздігінен орындаған жұмысы сол бойда тексеріліп, жіберген қателер ұқыпты түрде тексеріледі, түзетіледі, әр себептері түсіндіріледі. Оқушының өз бетімен орындаған жұмысының сапалы болуына мұғалімнің көмегі және оқушылардың өзіне өзі тексеру әрекеті елеулі ықпалын тигізеді. Осылардың ішінде көптеген әдебиеттерде оқушыларды өзіндік жұмыстардың әртүрлі жіктеулері көрсетіледі. Солардың ішінде жиі кездесетіні мыналар. Бірінші, дидактикалық мақсаттар бойынша оқып үйренетін, тексеретін, диагностикалық, алынған білімді баянды ететін және тағы басқалар. Екінші, даралау дәрежесі бойынша мазмұны әртүрлі, бірақ бірдей тәсілмен орындалатын. Мазмұндары бірдей, бірақ әртүрлі тәсілмен орындалатын. Мазмұндары әртүрлі және әртүрлі тәсілдермен орындалатын. Үшінші, білім материалдары бойынша оқулықпен және оқу әдебиеттерімен жұмыс. Тапсырмаларды орындау және салыстыру. Үшінші, лабораториялық және графиктік жұмыстар болып бөлінеді. Оқушыларды төртінші, ізденімпаздық дәрежесіне байланысты жұмыстар және тағы сол сияқты. Бұл төртінші кезеңде, яғни шығармашылық тапсырмалар беріледі. Сонымен қатар өзіндік жұмыстарды тек қана ұйымдастырумен бірге оларды бақылау. Бақылау әртүрлі болады. Бақылаудың бір түрі жаңағы ауызша сұрау әдісі. Яғни сұраудың мақсаты үй тапсырмаларымен жұмыс жасау режимін анықтау болып табылады. Бұнда сіз мынадай сұрақтар болуы мүмкін. Сіз тапсырмамен жұмыс жасау барысында қандай оқу әрекеттерін жасадыңыз? Үй тапсырмасын орындауға жұмсалатын уақытты сіз есепке аласыз ба? Өзіндік жұмыс тексеруді қалай іске асырдыңыз? Тағы басқа. Жоғарыда айтылған бақылау формаларынан басқа оқушылардың өзіндік жұмысы туралы жазбаша есеп беру. Оның тиімділігі өте зор. Соның ішінде бұл кезде кез келген үй тапсырмасы бойынша ала дайындықсыз өткізілетін өзіндік бақылау тәрізді тұрақты түрде өткізіледі. Бұл формалардың барлығы тіркеу функциясымен қатар білімділік функциясын да атқарады. Себебі оқушыларды өзіндік жұмыс жасауға итермелейді. Сол арқылы оларда өзіндік жұмыс дағдыларын бекітуге жағдай жасайды. Өзіндік жұмыс дағдыларының қалыптасу процесінде бақылау төмендегідейінше ұйымдастырылады. Бірінші, арнайы анкеталар жасалады. Анкеталар оқушыларға үйде толтыру үшін беріледі. Сонымен қатар, сыныптағы жұмыстарда үй жағдайында тапсырмаларды орындау барысы ауызша сұрау жүргізіледі. Оқушыларды таңдамалы түрде сұрайды, яғни деңгейі бойынша өткізеді. Өзіндік жұмыстың дағдыларының сандық бағалау шкаласы қазірше жоқ. Тек қалыптасқан дағдылардың алдын ала жоспарланған дағдыға сәйкестік дәрежесі ғана бар. Өз бетімен жұмыс істеу дағдыларын игеруді тексерумен қатар бұл жұмысты орындауға кеткен уақытты бақылау қажеттігін баса айту қажет. Өзіндік жұмыс дағдыларының бірі уақытты тиімді пайдалану. Бұл дағдының қалыптасуын бақылау үшін студенттерден алынған мәліметтердің шынайылығын тексеру мақсатында өзіндік тіркеу және тіркеуді пайдалануға болады. Қазіргі мектеп мониторингісі жүйесінде оқушының іс-әрекетінің өзіндік бақылаумен айналысуына рефлексия ерекше орын алады. Оқушылардың іс-әрекетінің рефлексивтік компоненті өзін бағалау қабілетін дамыту қажеттілігін қарсы алады. Яғни, ол үшін алгоритмдерді пайдалануға болады. Біз кіші топта қаншалықты жағымды жұмыс жасадық? Кім көмек жасады? Мен өзімдіме сенімдімі ме? Маған жағымды болды ма? Қандай көңіл күймен жұмыс жасадым?
Топта жұмыс істеуде менде қандай қиындықтар туды? Міне осы сұрақтарға оқушы өзі рефлексия жасай алуы керек. Сонымен бүгінгі біздің тақырыбымыз жалпы өздік жұмысты бастауыш сыныпта ұйымдастыру болып табылады. Дәрісіміз аяқталды.